сәулет құрылыс бақылау басқармасы береді. Бұдан 10 соттық жердің кезегінде тұр. Алдағы емес. халыққа қызмет көрсету Төтенше жағдайлар департаменті қаламызда. Қазір Наурыз тұрғын үй бағдарламасына құжат қабылдады. Жазира, білесің бе, мен иттен өте қатты қорқам. Себебі бала кезімде ит қуып, мені бірнеше рет Құдай сақтап аман қалғаным бар. Ит дегенде қазірдің өзінде жаным түршігеді. Сен қалай ойлайсың, итке деген көзқарасың қандай? Негізі өзім де итке қабылған адамын, бірақ мен енді қазақшылдықта бізде итті жеті қазынан бірі дейді, сонымен қатар енді мына 3 қыркүйек күні қазақы тазы мен төбет күндері деп белгілеп жатыр. Сол турысында енді екі жақта да бірдей тыңдау керек, сосын шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, түсініп отқан боларсыздар, бүгінгі тақырып бізде ит мәселесі. Жалпы ит мәселесіне келетін болсақ, бүгін енді қоғамда актуальны болып жатыр, үлкен заң қаралып жатыр, екі тараптан көптеген мәселелер қаралып жатыр. Осы бойынша біздер 3-ші подкастымызға қонақ қалалық ЖКХ бөлімінің басшысы Хайруллин Асылжан Сүйінбекұлын шақырдық. Қош келдіңіз. Бүгін бізде жаңа өткен 3-ші подкаст. Көрермендер біздің YouTube арнамызға, Instagramға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер болады. Бірінші сұрағым мынадай: қаңғыбас иттер мәселесі жалпы қашаннан бастап ЖКХ бөлімдеріне берілді? Аптада жаңа құрбымыз екеуміз ветеринарный инспекцияға бардық, бірақ ол кісілер біздің құзыретке жатпайды деп әдемілеп шығарып салыпты. Қайырлы күн, біріншіден Жазира ханым, Айзада ханым. Енді бізде жалпы 2026 жылдан бастап, биылғы ағымдағы жылдан бастап бұралқы иттерді аулау, оларды уақытша ұстау, стерилизациялау, вакцинациялау, идентификациялау жұмыстарымен осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне міндеттелген болатын. Енді бұл жұмыстарды біз қазір өзімізде штат жоқ, алайда бюджет есебінен осы мемлекеттік сатып алу конкурсына сәйкес қазір осы 4 бағыттағы жұмысты 2 лотқа бөліп, конкурс негізінде 2 мердігер жұмыстануда. Бұрын қай мекеме айналысып жүрсіз? Бұрында бізде ветеринарлық станция, ветеринарлық станция қызметінде болған болатын. Бұл міндеттемелер енді осы 2026 жылдан бастап осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бағдарламасында осы бағыт қарастырылғаннан кейін осы міндеттемелер бізге жүктелді. Мысалға, біздің келесі сұрағымыз, мені ит қауалды терге, мен сіздерге келіп арыз жазам. Содан кейін қандай реттіліктер болады? Жаңағы иттің иесіне сіздер айыппұл саласыздар ма, немесе қазіргі заң бойынша басқалай жасала ма? Сол реттілігін айтып кетсеңіз бізге. Жалпы енді бұл факттар бізде көп орын алуда. Ит қағу мәселесін енді айта кететін болсақ, қоғамда жалпы ең бірінші кезекте адам итке қағылған жағдайда 102 нөміріне хабарласып, полиция басқармасымен жұмыстану қажет. Ең алдымен ол иттің иесін анықтау керек. Сосын ветеринарлық станцияға бұл итті жеткізіп, бұл иттің агрессиялық түрде өзін көрсеткен лабораториядан өткізу керек, міндетті түрде. Себебі құтырған ба, тағы басқа аурулармен ауыра ма, ауырмай ма деген бағытта. Содан кейін бұл жәбірленуші дейміз ғой, қабылған адам, мысалы, медициналық көмекке жүгініп, керекті өзінің жәрдемдерін алып, жұмыстанады. Бұл жерде енді итті лабораториядан өткізгеннен кейінгі жағдай анықтама беріледі. Бұл иттің енді ауруы бар ма, жоқ па деген бағытта. Содан кейін уже жәрдем алу, медициналық жүгіну адамға тоқтатылады. Бірінші анықтап алу керек та, ол иттің қандай да бір ауруы бар ма, жоқ па деген бағытта. Сонымен қатар, сол 102-ге шақырғаннан кейін иесі анықталған жағдайда, бұл иесіне 407-ші бапқа сәйкес бізде айыппұл салынады, әкімшілік айыппұл. Оны кім салады? Оны полиция басқармасы салады бізде. Именно бізде осы айыппұл салу бағытында сол кісілерге жүктелген, то есть осы органға.
полиция басқармасына. Анықтап алайықшы, бұл ит қабыл мәселесі бойынша да, ит істеп алса полицияға звондайды, 102-ге звондайды. Ал егер көшеде келіп жатқан иттен қорқып видеоға түсіреміз ғой біздер, сондай арызды сізге жазамыз да. Иә, бұл жерде енді қазіргі жағдай дәл солай болып жатыр. Мысалы, адам өміріне қауіп төнген жағдайда, жаңағыдай немесе қазір енді иттер ұйғып жатыр, әлеуметтік жерлерде, адам көп шоғырланған жерлерде иттер көбеюіне байланысты тұрғындар өздерінің өтініштерін білдіреді. Соған сәйкесінше бізде ең бірінші қабылдайтын, өтінішті қабылдайтын ол 109 ай көмек бірыңғай желісіне хабарласып, бізге осындай өздерінің өтініштерін білдіреді. Соған сәйкесінше біз осы иттерді, бұралқы иттерді аулау мердігеріне хабарласып, сол түскен заявка бойынша барып иттерді аулау жұмыстары жүргізіледі. Мысалға, қазір көшеде қаңғыбас иттер көп, бірақ олар енді мысалы шаппайды, қаппайды, бірақ оларға да шара бола ма, болмай ма? Ең бастысы біз именно адамдардың, тұрғындардың өтінішіне сәйкес жұмыстанамыз. Себебі қазір бізде қала аумағында 20 мыңнан астам ит бар. Ол нақты идентификациялау жұмыстарымен анықталған. Енді факт түрде одан да көп болуы мүмкін бізде. Сол себептен оның иесі барлары бар, бұралқысы да бар мысалы. Енді бұралқы ит деген бізде ол көзбен көрінетін, адам уже сезіне білетін нәрсе ғой. Сондықтан жаңағыдай тұрғындардан өтініш түскен жағдайда осындай мекен жайын көрсетеді, өзінің адресін көрсетеді, телефон номерін қалдырады. Біздің барған мердігер аулауға барған сол кісілерге хабарласып, нақты орнын белгілеп, сол жерден сосын аулау жұмыстарын жүргізеді. Жыл басынан бері сіздерге құзыретке алып жатсыздар ғой, қанша арыз шағым түсті? 109 мысалы номері бойынша. Жалпы 1000-нан астам өтініш бар. Себебі енді біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі келісім шартқа осы наурыз айының соңында отырған болатынбыз. Енді мемлекеттік сатып алу конкурсы деген бар. Кезінде жаңа толықтырып кетейін, ветстанция дейміз. Ветстанция мекемесінде бізде нақты штат болды. Бұл аулаумен айналысатын адамдар зарплатасын алып тиісті жаңағыдай. Біздің жерде, бұл жерде біз тек мердігермен жұмыс жасаймыз. Сондықтан аулауға өтінім білдіргендер жоқ деп айтуға болады. Бірінші мемлекеттік сатып алу конкурсына ешкім қатыспады иттерді аулауға. Сондықтан кішкене мерзімі енді созылған болатын. Екінші аулауға осындай конкурсымызға сәйкес бір мердігер қатысты. Сол мердігермен келісімшарт жасалды. Енді Өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ол мердігер осы қаламызда тіркелген? Қаламызда тіркелген. Бұл жерде сатып алу рәсімі деген баға ұсыну. Біз, например, бір иттің басына аулауға 5000 теңге белгіленген болатын. Бір итке. Сол өздерінің баға ұсыну тәсілімен бұл жерде мердігер анықталып тұр қазір бізде. Сұрағымды қойып жіберейін. Лицензия талап етіледі ме оларға? Лицензия аулауға талап етілмейді. Бұл жерде иттерді аулау, бұралқы иттерді аулауға ережесі бар. Сол ережеге сәйкес бұл аулану керек. Иттер біріншіден иттердің денсаулығына зиян келтірмейтіндей ереже жазылған, нақты көрсетілген. Атуға болмайды аулаған. Тек сеткамен, петлямен, арнайы құралдармен ұстап, бұл кісілер, бұл мердігерлер ұстап, тек қана осы біздің арнайы клиника, бұл екінші уже мердігеріміз. Бұл жерде лицензия талап етіледі. Екінші мердігеріміз бізде стерилизациялау, вакцинациялау, идентификациялау и бұралқы итті уақытша послеоперационный период дейміз, соны ұстау 7 күн мерзімде ұстау жұмыстарын жүргізеді. Бұл екінші лот бойынша ойнатылған конкурсымыз. Бұған сәйкес Жаңгирхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техника университетіне қарасты жәрдем вет ғылыми орталығы болып табылады, жеңімпаз болып. Сол мердігер бізде осы айтылған жұмыстарды жүргізеді. Ол кісілердің өздерінің арнайы клиникалары бар. Уақытша ұстауға 75-тен астам итке тұрақты орны бар. Сонымен қатар тиісті өздерінің вакцинациялау, стерилизациялау жұмыстарын жүргізеді. Енді қазір қоғамда ең үлкен талқылау болып жатқан ол эвтаназия. Өзіңіз білесіз, қазіргі кезде сол қолданылып жатыр ма?
және де нақты шешім ба, бұл уақытша ма, қалай деп ойлайсыз? Жалпы енді эвтаназия процесі бізде соңғы бір қабылданатын шешімдердің бірі. Иттерді қазіргі таңда аулау ережесіне сәйкес. Бұл жерде біз жаңа айтып кеткендей бірінші мердігер аулап клиникаға алып барып, ол жерде тиісті тәсілдерін жасап, процестерін жаңа лаборатория, вакцинациялау, иесін анықтау, сол жұмыстардан кейін кері орынға апарып, былай айтқанда өзінің сол мекендейтін жеріне апарып шығару, қазір ережеге сәйкес. Енді эвтаназия жұмыстары бізде жаңа бұралқы иттер ауланған жағдайда, бір агрессиялық өзінің мінезін білдірген жағдайда, немесе адам өміріне бір шабуыл жасап, қауіп төнген жағдайда, бұл жаңа ветеринарлармен арнайы лабораториядан өткізіліп, акт толтырылып, сосын барып уже неге жіберіледі, эвтаназия. Жоқ, ол тек қана агрессия білдірген иттерге қарсы қолданылады бұл эвтаназия процесі. Бұл мен жаңа айтып өткен недегі айналысады да, Жаңгірхандағы лаборатория орталығы да. Лицензиясы бар. Ит мәселесінде итті бағушылар да, итті асыраушылар, соған тоқталайық. Оларға қандай талап қойылады, және олар итті асырайтын адамдар, бағатын адамдар, прививка, жаңағы вакцина дейміз, қай уақыт аралығында алып тұру керек. Мысалы, біздер баламызға жаңа медсестралар күнде звондайды, бір екі апта сайын, ай сайын звондайды. Прививкаға келіңіз деп. Сол сияқты оларға да осындай хабарлама беріле ме, қалай болады? Жалпы енді қазіргі ережеге сәйкес бізде тұрғындарды жаңа интернет желі арқылы, жалпылама хабарлама арқылы біз өзіміз ескертпе жұмыстарын жүргізудеміз. Ол әрдайым жүргізіледі. Себебі иттерді ұстау ережесін бізде нақты факт бойынша айтатын болсақ, тұрғындарымыздың 60-70% ережені ұстанбайды. Себебі үйдегі жануарды апарып вакцинациялау жылына бір рет міндетті түрде, оның сыртқа иесіз жібермеу, жалпылама стерилизациялау жұмыстарын, идентификация, чипирование дейміз ғой, чипирование обязательно керек. Мысалы, ит өзі ауладан шығып кеткен жағдайда, басқа мекенге кетіп қалған жағдайда, осындай бұралқы иттерді аулағаннан кейін, мысалы, лаборатория алып барғанда міндетті түрде идентификациядан өтті ме, өткен жоқ па, арнайы құралмен тексереді. Ол деген, ол чип, арнайы чип, ол деген терінің астына, құлақтың астына арнайы немен құралғымен енгізіледі, содан тексереді. Мысалы, ол чипта барлық мәліметтер тұрады. Оның иесі, қай жерде мекен жайы, сосын есімі, былай айтқанда. Соның барлығы сол чипте көрсетіледі. Құжаты. Енді оны айтып кеткендей, бізде 60-70% осы қаланың тұрғындары оны ұстанбайды ол ережеге. Сәйкесінше полиция басқармасының тікелей міндеті, бұл жерде біздің міндет, және де тұрғындарды осы ережені ұстап, сүйеніп, былай айтқанда осы ережеге жұмыстарды жүргізу керек. Енді жүргізбеген жағдайда заңда нақты жазылған 407 бапқа сәйкес 10 МРП айыппұл қарастырылған. Әкімшілік айыппұл. Достар, қазіргі таңда біздер бұл подкасттарымыз түсіріліп жалғастырады. Сондықтан біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп кетіңіздер. Енді сізге қояр сұрағым, қазіргі таңда енді сол жануарлардың құқығын қорғау деп жатырмыз ғой. Сол біздің қазіргі қоғамда маңызды ма, әлде әлі ерте деп ойлайсыз ба? Халық қоғам қабылдай ала ма ондай жануарларды қорғау? Қазір екіге бөлініп жатыр ғой, Инстаграмда орыс тілді қоғам, қазақ тілді қоғам. Оны жасыратын жоқ қой енді, қазір солай. Біздің менталитетте әлде жоқ па ондай, мысалы қарап отқанда? Жалпы енді ережеге сүйеніп жұмыс жасауға болады факт түрінде, алайда бізде жаңа айтып кеткендей ереже ұстанбағандықтан бұралқы иттеріміз пайда болады. Былай айтқанда жай даже күнделікті мысалға келтіретін болсақ, ата-аналар немесе
жаңағы оқушы мектепке барарда, балабақшаға барғанда өзінің жаңағы жеке секторда тұратындар мысалы иттерін ілестіріп барады. Ол жерден жаңағы бір ит емес, мысалы бірнеше ит уже топтасады, ілесіп барады. Сондықтан жаңағы уже адам өміріне бір кішкентай болса да шаппағанның өзінде де бір қауіп төнеді. Бала қорқады, мысалы қашады, ол ұйыққан ит уже бір білмейсіз да, например, не жасауы мүмкін, жаңағы ары қарай шабуыл жасай ма, жаңағыдай даже бір-бірінің арасында бір жанжал болған жағдайда да жаңағы кішкентай балаға әсер болуы мүмкін мысалы. Сол себептен жай ережені сақтамағанның кесірінен бізде қоғамда қазір өте үлкен күрделі проблема болды. Жауапкершілікпен жаңағы жоқ десе. Түсінікті. Жаңа әсер демекші, көптеген оқиғалар болып жатыр ғой. Алдыңғы жылдары мен бір жоба неде көргем, жаңалықтардан екі апалы сіңілі кішкентай қыз бала көшеде есіктің алдында ойнап жүргенде 4-5 жастағы қыздар ғой енді ит шабуыл жасап, апасы қорқап қалады да, алдында тұрған апасының бетін жұлып алған жағдай. Қазір ол жағдайдан инвалид болып, яғни тірі ғой, бірақ та ары қарай қыздың өміріне үлкен залал келтіріп отырды. Осындай мәселелерді қарағанда иттің иесі анықталған жағдайда, мына чиппен ол историясы көрініп тұрады. Прививка вакцина жасалды ма, жасалған жоқ па, тағы да басқалай. Осы жағдайда әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілік бар ма иттің иесіне қатысты? Қылмыстық әзірге бұл талап қылмыстық қарастырылмаған бұл жерде. Енді бұл шешімден бізде шығара алмаймыз, бірақ факт жүзінде енді ондай оқиға болған жағдайда енді жеке адам ретінде ойымыз мысалы қарастыру керек деп есептейміз. Себебі әр иттің иесі жауапкершілік алу керек деп есептейміз. Себебі бізде енді иттің неше түрлі породасы бар ғой, былай айтқан ол қауіпсізі бар, қауіптісі бар мысалы жаңағыдай. Сондықтан бұл жерде енді жалпы осындай оқиғаларды ести өтіріп, мысалы алдағы уақытта қарастырылғанын, например, дұрыс деп есептейміз. Адамдар өздерін қорғай аламыз, шама келгенше бетіміз жауып дегендей, ал кішкентай балаларда енді ондай мүмкіндіктер бола бермейді, сондықтан өте аянышты. Жаңағы сіз айтып отқан процестердің бірі стерилизациялау, сол кезде мысалы қалай ойлайсыз, соның бір нәтижесі болма? Негізі қоғам айтады да, одан пайда болған жоқ, нәтиже болған жоқ дейді. Негізі қанша нақты жануарлар осы кезге дейін стерилизацияланды? Жалпы енді бұл уақытқа дейінгі бізде ветеринарлық станция жұмыстанды ғой, бұл бағытты. Жалпы 20 мыңнан астам ит болса қала аумағында, бізде 5 жылда 9 мыңнан астам стерилизация процесін өтті. Мердігер компаниялар жасайды стерилизация жұмыстарымен. Жалпы 20-25 жылғы аралығындағы стерилизациядан өткен санын айтып отырмын. Сол бөлінген қаражат тиімді қолданылды ма, әлде жаңа заң дұрыс деп ойлайсыз ба? Енді бұл жерде бұрынғы кезде басқаша тәсілмен жұмыстанды, мысалы жаңа айтып кеткендей, оларда арнайы штат болды, мысалы олар жаңағы өздерін реттелікпен өздерінің арнайы көліктері болды, өздері жаңағы жұмыс барысын реттей алады. Біз қазір мемлекеттік мекеме болғандықтан біз мердігер мекемемен жұмыстанамыз. Бізде нақты келісімшарт бар. Келісімшартқа сәйкес біз талап етеміз. Мысалы итті аулап, оны жаңағы стерилизация жұмыстарын жүргізіп, агрессия білдірген бағытта эвтаназия жұмыстарын жүргізіп, осы қазіргі мемлекеттік сатып алу конкурсына сәйкес 2000 итті аулауға және стерилизациялау, уақытша ұстауға, идентификациялау жұмыстарына 56 миллион қаражат қарастырудамыз. Бір жылға деп есептейміз, алайда ол енді факт түрде ғой бізде. Факт түрде қазіргі уақытқа дейін бір ай мерзімнің ішінде бізде 200-ден астам қазір ит ауланды. Бір ай. Ол енді көрсеткішке қарайтын болсақ аз деп есептейміз. Себебі өтініштер тоқтамауда. Өтініштер күнделікті түсуде. Бұлай айтқанда 90 күн, 60 күннің ішінде, 2 айдың ішінде біз осы конкурс жариялап, мердігерімізді анықтағанша иттің саны
әрдайым көбейіп кетті. Иә, көбейіп жатыр. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, вакцинациялау, тексеру, құтыру дегенде, мысалға ондай аурулар тек қана итте емес, мысықта да, жаңа жабайы жануарларда болады, ауыл жақтарда жаңа кіріп кетеді ғой, шеттен даладан, осы қаншалықты бақылауда алынып отыр? Қай өңірде көбірек, қалада ма, ауылда ма? Сол фактілер қай жерде көбірек байқалды? Именно қандай бағытта? Құтыру ма? Құтыру енді бізде деген эпидемиологиялық ауру бағытындағы тіркеуде тұрған аурулардың бірі ғой. Мысалы, сондықтан жалпы енді біздің Батыс Қазақстан бойынша құтыру ауруымен тіркелген жағдай болмаған. Енді Қазақстан бойынша болған жағдайлар бар деп хабарлардан естиміз ғой. Алайда біздің осы облысымызда ондай мәлімет бойынша тіркелмеген. Түсінікті. Енді келесі сұрақ, мына жаңа заң қабылданып отыр парламентте. Сол қалай деп ойлайсыз, қандай ұсыныстар айтылып жатыр, және де оған жаңағы қашан қабылданады деп мысалы біздер күтіп, соны ойлап отырық та, қандай заңдар өзгерістер қарастырылып жатыр деп. Қоғам енді екіге бөлініп жатыр ғой, өзіңіз жаңа айтып кеткендей, бұл заңды қолдап жатқандар да бар, жаңа қолдамай жатқандар да бар. Енді бұл жерде жалпылама алып қарайтын болсақ, бұралқы иттерді мысалы 5 күн мерзімде заңның өзгерісіне қойып жатқан қазіргі бұралқы итті аулағаннан кейін 5 күн мерзімде иесі анықталмаса, жаңа эвтаназия процесін жасау деп қарастырылып жатыр да. Алайда бұл жерде дұрысы да бұрысы да бар деп есептейміз. Себебі дұрыс жағы бұралқы иттерді аулаймыз ғой біздер. Мысалы, оның иесі жоқ. Ол қазір кері мекендеген жеріне қайтарғанның өзінде де ол ары қарай өмір сүру тәсілі қалай болады, мысалы. Сол қоқыс алаңдарында жүреді, сол адамға шабуыл жасау мүмкін. Ол стерилизациядан өткен жағдайда болса, вакцинациядан өткен болса да, бұл нақты бізге кепілдік бермейді, адам өміріне қауіп болмайды деген. Сол себептен біз мысалы одан иттің саны азаймайды. Бір сөзбен айтқанда, бұралқы иттер көбейе береді. Ал иесі анықталып, иесіне қайтарып, айыппұл салынып, бүкіл барлық лабораториялық процестерін өткізіп, иесіне қайтарып берген жағдайда жаңағыдай тиісті ары қарай ол иттеген күтімі болады. Үкіметтің мемлекеттің жауапкершілігінен кетеді ғой енді. Жауапкершілігінен кетеді, алайда ол барып ар жаққа барып далада жүріп жаңағыдай ұйықтайды иттермен. Соответственно, өзінің иесіне, үйіне барып жаңағыдай ары қарай былай айтқанда күтіп ұстауына оған бір кепілдік бар да, себебі иесі бар. Иесі жоқтар солай көшеде былай айтқанда иттің санын толтырып жүре береді бізде. Енді оны пока қаралу үстінде. Біз енді сол шешімге сәйкес сүйене ары қарай жұмыстанатын боламыз. Жаңа өткен бүкіл мәселелер, өзекті мәселелер барлығы бұл шешімдерге мәдениетті қалыптастыру керек сияқты болып көрінеді. Себебі тәрбие тал бесіктен дейміз. Кезінде осыдан 10 шақты жыл бұрын да, 15 жылдай қалған шығар. Да жаңа қоғамдық орындарда есігі алдына шыққанда түкіруге болмайды дейді. Оған көбісі айыппұлдар салғанда қарсылық білдіріп жатқандар болды. Бірақ та қазіргі уақытта соның бәрі мәдениеттілікке әкелді, тоқталды. Осы орайда жаңағы әкімшілік жазаларды күшейтіп, немесе тәрбие бойынша оған бағынып, жаңағы заңды қолданып нәтиже беру үшін біз мектеп кезінен бастау керек сияқты деп ойлаймын. Себебі оқушыларды тәрбиелеп, оларға қосымша бір сабақтарға, тәрбие сағаттарына енгізу, осы бойынша не айтасыз? Ол дұрыс па? Жануарларды тек қана асырап бағуды үйрету ғана емес, сонымен қатар балабақшадан да бастауға болатын сияқты. Оларды дұрыс қарау оларға. Былай айтқанда, жай тілмен айтқанда, бәріміз ауылдың тәрбиесін көрген адамдармыз ғой, сондықтан өзімізде де үй жануарлар болды. Сондықтан кішкентай кезінен адам баласы үй жануарына қандай қарым-қатынас жасайды, иттер сол бағытта өседі, ары қарай сол қоғамда былай айтқанда өмір сүреді деген бағытта ғой. Сондықтан ол итті
енді денсаулығына зиян келтірмей, әрдайым жаңағындай күтімі болып, дұрыс бағу еткен былай айтқанда адамға ондай иттер қоғамда да өзін бір агрессиялық танытып, адамға шабуыл жасайды деп есептемеймін. Енді басқа бағытта асырап өсірген иттер белгілі, олар енді қоғамға қаупі бар. Мысалы, ауладан шығып кеткен жағдайда, уже қоғамға бір көбіне майлаулы тұрған иттер қабаған болады да, олар шығып кеткенде олар солар көбіне істеп жатқандар. Енді вообще қала тұрғындары жалпы бір жауапкершілік таныту керек деп есептеймін. Көзқарастарын өзгертіп, осы тек қана ережеге сүйене бермей, қоғамның бір қауіпсіздігін сақтау мақсатында жаңағындай өздерімен бірге баратын жерлерін ілестірмей, далаға шығарған жағдайда да қасында болып, иесі болған жағдайда, енді әрбір жануар өзінің иесін тыңдайды ғой. Сондықтан басқа жерге мекендеуге жол бермеу мақсатында күтіп ұстаса, ол бізде бір жақсы жағдайға өзгерістер болады деп есептеймін. Біздер енді осы бүгінгі сұхбатымызда ит мәселесін талқыладық қой. Стерилизация мәселесі, эвтаназия мәселесі, өтініш беруді, өтініш бермей 109-ға хабарласу керекті. Осылардың барлығын көрермендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы подкаст монтаж жасалғаннан кейін YouTube желісіне, Аманат партиясының каналдарына шығады. Уақыт болып келгеніңізге рахмет, сізге де. Достар, Instagram парақшамызға жазылып кетіңіздер, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Біздің осы сұхбатымызды әлеуметтік желіден таратуларыңызға болады. Жақсы, рахмет. Рахмет.